Ас тұзы әр адамның күнделікті өмірінде кездесетін зат. Бірақ сіз қолданатын тұз шамадан тыс көп болса, жүрек пен бүйректі бұзады, ал тым аз болса, қалқанша безге зиян. Қай тұз пайдалы? Йодталған тұз ше? Қызғылт Гималай тұзы пайдалы ма? Көпшілік бұл сұрақтарға жауапты білмейді, сол себепті денсаулығына зиян келтіріп жүр. Ғылым не дейді, қазір айтып береміз. Бірінші, тұздың мөлшері, норма қандай? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тұз мөлшері. Күніне 5 грамм, шай қасықтың 2-ден 1 бөлігі. Бұл шамамен 2000 мг натрий. Ал шындықта біз күніне орта есеппен 9-12 грамм тұз тұтынамыз, бұл 2-2,5 есе артық. British Medical Journal, BMJ. Тұзды артық тұтынатын адамдарда қан қысымы тұрақты жоғарылап, инсульт пен инфаркт қаупі 30-40%-ға артады. Екінші, ас тұзы түрлері, қайсысы пайдалы? 1. Йодталған тұз. Қазақстанда қалқанша 5 аурулармен зоб кең таралған. Себебі йод тапшылығы. Йодталған тұз эндемиялық зобтың алдын алатын басты құрал. ЮНЕСКО, Казахстан. 2007-2020 жылдар аралығында йодталған тұз тұтыну артқалы балалар арасындағы зоб 60%-ға азайған. Бірақ йод ұшып кетеді, сондықтан тұзды тамақ дайын болған соң ғана қосқан жөн. 2. Теңіз тұзы, Гималай тұзы, қызғылт тұз. Көптеген жарнамада пайдалы деп көрсетіледі, бірақ оларда нақты йод жоқ. Әсері дәл сол натрий хлорид. Қосымша минералдары мардымсыз мөлшерде, ал бағасы 5-10 есе қымбат. Harvard Health Publishing. Теңіз тұзы сән үшін пайдалы етіп көрсетілген, ал нақты денсаулыққа пайдасы йодталған тұздан төмен. Үшінші, артық тұздың зияны қандай? Жоғары қан қысымы, гипертония. Натрий су мен қан көлемін арттырады, қысым көтеріледі. Бүйрекке салмақ. Су мен электролит балансы бұзылып, бүйрек сүзгіштері қажет. Сүйектің әлсіреуі. Тұз кальцийдің сіңуін төмендетеді, остеопороз қаупі. Асқазан рагы. Артық тұз Helicobacter pylori бактериясын белсендетеді. Бұл бактерия асқазан жарасымен ісікке алып келеді. Төртінші, тұзды қалай дұрыс қолдану керек? 1. Йодталған тұз қолдану ересектер мен балаларға. 2. Тұзды тағам дайын болғанда қосу, йод сақталады. 3. Азық-түліктің құрамындағы жасырын тұздан сақ болу. Шұжық, ірімшік, консерв, соя соусы, чипсы, тұз көзі. 4. Дәмдеуіштер мен лимон шырынын көп қолдану. Бұл тұзды азайтуға көмектеседі. Америкалық жүрек қауымдастығы, тұзды 25% азайтсаңыз, бір жыл ішінде жүрек қан тамыры аурулары қаупі 20%-ға дейін төмендейді. Қорытынды. Тұз дәм беруші ғана емес, денсаулықтың тұрақтылығына әсер ететін химиялық құрал. Оны дұрыс қолдансаңыз, аурудың алдын аласыз, ал артық немесе дұрыс емес тұз түрін таңдасаңыз, жүрек, бүйрек, ми зақымдануы мүмкін. Бастысы, тұзды азайтыңыз, бірақ йодтан айырылмаңыз.